2019 жылы Петропавлдағы тұңғыш президент саябағында кәсіподақ ардагерлерінің аллеясы ашылды. Мұнда жыл сайын дүниежүзілік еңбекті қорғау күніне орай көшет отырғызу дәстүрге айналған. Биыл экологиялық акция Қазақстан кәсіподақ қозғалысының 120 жылдығы мен жеңістің 80 жылдығына да орайластырылып отыр. Еңбекті қорғау күніне байланысты іс-шаралар бізде жүріп өтті. Алдында біз 22 сәуір күні техникалық инспекторлерге оқу жүргіздік. 250-ден техникалық инспекторды оқыттық. Және де бүгінгі күні міне біздің салалық кәсіподақтан 2 шырша отырғыздық. Бұл біздің салған қосқан үлесіміз. Өйткені біздің салалық кәсіподақтың 100 жылдығы, мына жерде 120 түп шырша отырғызылды. Ол кәсіподақтар қозғалысының 120 жылдығына байланысты. Қазіргі таңда саябақта 100-ден астам Сібір шыршасы жайқалып өсіп тұр. Бүгін отырғызылған 10 жаңа көшетпен олардың саны 120-ға жетті. Бұл Қазақстан кәсіподақ қозғалысының 120 жылдығына орайластырылған. Егіске облыстық кәсіподақ орталығының төрағасы Ерік Нұрақаев та септігін тигізді. 28 сәуір дүниежүзілік еңбекті қорғау күні болып есептеледі. Осы күннің аясында бүгін облысымыздың кәсіподақтарында көптеген шаралар өткізіліп жатыр. Соның бірі бүгін дәстүрлі түрде осы кәсіподақтар ардагерлері аллеясында Сібір шыршасының көшеттерін отырғызу. Және де бүгінгі шараны біз ұлы жеңістің 80 жылдығына арнап отырмыз. Өйткені кәсіподақтардың құрамында тыл жұмысшылары бар, жастық шағын соғыс кезінде өткізген біздің көптеген азаматтарымыз бар. Соған байланысты бүгін осы шараны арнап отырмыз. Көшеттер жылына 2 рет көктем мен күз мезгілінде отырғызылады. Мұндай шаралар қаланың экологиялық ахуалын жақсартуға оң ықпал етіп қана қоймай, өскелең ұрпаққа, еңбек пен табиғатқа деген құрметті дәріптейді. Айта кетейік, жоспар бойынша күзде Қазақстан кәсіподақтарының 35 жылдығына орай қосымша 35 шырша отырғызылмақ. Дана Асылханқызы, Қазбек Арықбаев, Первый Северный телеарнасы.